Раз, два, три, да? Бүгін істеген екінші задание артель шоро деген диаграммасын түсіп шықтым. Айтып кетсем, 3 таблица бар, мында ешқандай байланышы связи жоқ. Бірінші таблица sellers, это продавцы. Это колонкалары деген продавцы, это full name ID, full name FIO, это стаж, это телефон. Екіншісі ешқандай связьға самостоятельный таблица деген это точки points. Бұяқта деген ID бар, foreign key. Адрес бар, район бар и статус бар. Типа закрыто или действует. Точка жабық или ашық бар. Үшінші таблица деген напитки, drinks. Бұяқта деген название бар, ID бар, foreign key название. Это получается цена за литр. Жоқ, цена за 200 миллиграмм. Цена за 400 миллиграмм. Басар, да? Андан кейінгі сайт ішінерсен, бұл деген паспорт. Вот, продавцы, паспорт это. Паспорт продавца, получается, связь была один к одному берілген. Әрбір продавецтің өзінің бір элек паспорт алады. Бұяқта деген ID, серийный номер и дата выдачи паспорта. Кейінгі айта кетші таблица бұл деген вот пермитс. Бұл да связь бірге один к одному байланған. Бұяқта деген ID, foreign key, номер патента и получается это срок действия. То, да? Один получается. Әрбір точканың өзінің немесі бар, да? Номер патента и қанша точка, қанша уақыт іштейді. Кейінгі айтып жүрсем, бұл деген точки. Вот. Точки. Бұяқта деген ID, foreign key и объем литров. Объем. Объем. И ID напитка. Один к одному. Связь. Жоқ. Один к одному. Вот. Кейінгісі назначение. Это получается у нас. Вот. Сегмент. Назначение. ID продавца, ID точки и дата. Қайсы точкаға, қайсы дата, қайсы продавец байланды, да? Кейінгісі это доставка у нас. Доставка рет. Вот. Deliveries. Deliveries. Бұяқта деген бізде деген ID и номер доставки, короче, ID. И ID бочки, ID точки, и ID водителя, и остаток литров. Бұл деген ID байланып жатыр, остаток литров бұл деген кечінде жұмыс бүткеннен кечінде қанша остаток қалды, ошо жазылады, да? Кейінгісі бізде деген sales. Вот. Продажа. Бұяқта деген ID өзінің ID бар, ID номер продажи, короче. ID точки, ID продавца, ID напитка, капс это стакан. Типа қанша штук сатылды деген сияқты. И сумма. Кейінгісі у нас кэш хандлер. Бұяқта ID бар. ID sellers, ID продавца, дата и сданы қанша сом берілді. Типа әрбір есептеліп, остаток бар есептелінеді, қанша сом шықты, автоматически шығып қашы керек. И ошо продавец алып келіп берген ақшамен системада ақша салыштырылады, да? Ушуну айтайын деп. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 таблица.